Менде педофилдің тырнағына іліне жаздағанмын. Ол кісі бізге көрші тұратын. Көшеде бір-екі рет көшеде кетіп бара жатып артымнан ұрып өткені бар еді. Бірақ білмеймін, қорыққан соң ба ешкімге айтпадым. Ол кезде жасым 12-де болатын. Ойын баласымын. Ол кісі ажырасқан, ешкімі жоқ, жалғыз тұратын. Үнемі қорқынышты көзбен қарайтын. Бір күні әкем анам сіңілімді алып тойға кетті. Мен сабақтан кеш келіп үлгермей қалдым. Мамам көрші апаның үйіне барып отыра тұр деді. Ал мен ол үйдің қызымен ренжісіп қалған соң бармай үйде теледидар қарап жата бердім. Бір уақытта ворота тақырлағандай болды. Қорқып терезеден қарасам ешкім болмады. Бір уақытта есікті жұлқылай бастады. Есік ішінен ілмекпен ғана ілінген. Есіктің ілмегін жұлып алды. Қатты қорыққаннан шыңғыра бастадым. Ол келіп аузымды басып бетімнен ұрды. Денемді сипалай бастады. Дәл сол кезде Алланың қалауы болған шығар. Үйге сестрам папамның үлкен ағасының қызы жүгіріп келді. Сол кездері көрші ауылда өгей әкесі қызын зорлап ауруханаға түскен болатын. Әпкем медицина қызметкері еді. Менің үйде жалғыз қалғанымды дәу мамамнан естіп жүрегі сезгендей үйге алып ұшып жүгіріп келген. Әпкем өте арық, кішкентай болса да өте храбрая болатын. Есік алдында тұрған гүлдің ыдысымен әлгі ағайдың басынан қойып қалды. Ол кісі жынданып әпкеме атыла бастады. Ол болса столдың үстіндегі тазикпен ұрып мені қинап шешкен капронмен байлап тастады. Ол кісі де аса денелі емес, бойы кіші, арық еді. Әпкем ауылдың бір жігітімен жүретін. Өзінен жасы үлкен. Ауылда көп адам жездемнен аяқ тартатын. Дереу әпкем жігітіне звондап шақырды. 10 минут болмастан жездем дос баласымен бірге келді де, әпкемнің жылағанын көріп шыдай алмай әлгі адамды тепкілей бастады. Әпкем ел жұрт мұны білсе мені зорланған деп қолын шошайтады, кішкентайынан өмірі қорланады деп жездеме бір нәрсе істеуін айтып жылады. Жездем әпкемді қатты жақсы көретін, бізді де всегда қорғап жүретін. Біреу тиіссе жездеге айтамын деп қорқытатынбыз. Солай жездемнің дос баласы бұны милицияға бергенмен тек штраф салатынын, басқа ештеңке жасамайтынын, себебі зорлық жасап үлгермеген, менде зорлық белгілері болмағандықтан ештеңе дәлелдей алмайтын, тек менің абыройым төгілетінін айтты. Мен тек әпкемді құшақтаумен болдым. Дірілдегеннен басқа ештеңе сезбедім. Жездем далада тұрған папамның шеге қағатын балғасын алып, әлгі адамның саусақтарын балғамен ұрғылап сындыра бастады. Осы қолыңмен ұрдың ба, мына қолың тиді ма деп барлық саусақтарын сындырып тастады. Оның бақырған даусын естіп көрші аға воротаны ұрды да жездемді көріп қайтып кетіп қалды. Жездем өте қатыгез екенін бірінші рет көрдім. Малға су беретін бачокка су толтырып досы екеуі тұншықтыра бастады. Ол болса шайтан түрткенін енді жасамайтынын айтып жалынды. Жездем еш тыңдамастан машинасының багажына салып алып кетті. Әпкем мен мені досы өз көлігімен алып барды. Мені көлікке тастап әпкем жездемнің жанына барды. Жездем қырға барып жерді қаза бастады. Мен қатты қорықтым, не істерімді білмедім. Көрші ағайды қазған жерге түсіріп үстінен топырақ тастай бастады. Ана адам қатты жалынды. Жерден қайтып шығарып барлық бетін скальпелмен тілгілеп бір нәрселерді айтып қайта үйіне апарып тастады. Біз әпкемнің үйіне бардық. Әпкем мама папаға ештеңке айтпауымды айтты. Тек өзі звондап мамаға қатты ұрысты. Үйге мас кіріп қорқып қалғанымды үйден алып кеткенін айтты. Сол оқиғадан кейін ол кісі сол күйде жоқ болып кетті. Үйде бос тұр. Ешкім келгенде жоқ, ол кісіні көргенде жоқпыз. Қайда кеткені белгісіз. Одан кейін қатты шошып жүрдім, ұмыта алмай. Қазір барлығы жақсы. Әпкем тұрмысқа шықты. Бір ұл, бір қызы бар. Звондап қайдасын, не істеп жатсын, біреу сөйлесе де маған айт. Ешкіммен еріп барма, қорықпа деп айтып отыратын. Осы сестрам негізі медик. Сестрам сол кезде небәрі 19 жаста, жездем 24 жаста. Ал әлгі көрші 40-тан асқан аға еді. Сестрам өз үйінде жалғыз қыз, одан кейін 3 ұл бала, ағаларым бар. Папамның ағасы әпшеме всегда айтып отыратын, түртті ма ұрды ма деп ешкімнен қорықпа, сен менің қызымсың, мен жауап берем бәріне деп айтатын. Сол үшін әпшем өте пысық, гордая болып өсті. Жеңгем де всегда сестрама өзің біл, саған сенем, өзің қалағаныңды жаса деп айтатын.
9-дан кейін басқа қалаға оқуға кетті. Ол жақта да жалғыз өзі жатақханада жүріп өсті. Өзі арық, кішкентай сонда да жылдам күшті. Жездеммен жүріп бастағанда бәрі қарсы болды. Біздің папалар қаны бұзық деп. Сонда да екеуі қайтпай 4 жыл жүріп үйленді. Менің де папа мамам осылай өсіргенде мен де батыл болар ма едім.